сенің орныңда басайын деген ойым болмаған. Мен тек саған сауық кештерін жақсы ұйымдастыратымды көрсеткім келді. Неге маған? Өйткені өткен өмірім жайлы мен өтірік айттым, бірақ бұл жағдайдан кейін райымнан қайттым. Айтқанымның бәрі өтірік, ешкім олай демес. Мен ешқашан елдің көңілін көтергем емес. Панивилдегі мейрамға бірде мен тап болдым. Әлемді танып басқаша басыма бақ қонды. Ойын күлкі той думан, ән мен бей қуаныш. Өз көзіме сен алмай таптым жұбаныш. Сол кезде белімді будым, өмірді өзгерттім. Кештерді ұйымдастырып бұл іске кірістім. Ұрлығы көстірде мені танымайтындар жоқ, ал басқаларға халықтың көңілі толмады. Бірақ мұның бәрі де өзіңнің арқаңда болды. Ең алғашқы ғажайып мейрамды сен өткіздің. Мен бе? Иә. Рас па? Иә. Сонда сені кеш ұйымдастырушы болуға итермелеп, шабыт берген керемет кешті мен ұйымдастырдым ба? Ірімшікпен ант етем. Хей, екеуің де жетер енді. Енді мен үшін керемет кеш ұйымдастырыңдар. Иә!